жылды қорытынды сабақ балалар. Қазір біздер мына енді балалар мына бүгінгі тақырыбымызды қорытындылау деп айттық қой балалар. Енді мына жерде мен сіздерге қорытындылау сұрақтары дайындадым. Бұл музыкалық түймедақ. Енді бір оқушы ортаға шығып бір түймедағымызды сұрайық. Шыға қойыңыз. Оқығанда даусыңызды шығарып оқыңыз. Жарай ма? Тамаққа қандай нотаны салады? Тамаққа соль нотасы салады. Ол былай жауап беріңіз. Тамаққа мына жерде қандай нотаны салады деп тұр ғой. Мына жерде сіздерге музыкалық сұрақ қой. Біз соль деп жауап беріңіз. Жарай ма балалар? Екінші қатардан шығады. Шыға беріңіз. Халықтың әні. Әні ол қазақ халқының. Өте жақсы. Келесі үшінші қатарда Медина. Сұрағыңызды дауысыңызды шығарып оқыңыз. Музыка дегеніміз не? Интеллектуалды музыка дегеніміз электронды заманауи музыка. Өте жақсы. Келесі шыға беріңіздер. Шығамыз. Тез балалар кезектеңіз. Екінші қатар дайындалып отырайық. Өте жақсы. Жарайсыз. Келесі екінші қатардан. Сегіз аяқ әнінің авторы. Кім? Сегіз аяқ әннің авторы балалар. Абай. Өте жақсы. Үшінші қатардан шығыс шыға ғой. Сұрағыңызды оқыңыз. Бірінші қатар дайындалып отырамыз. Даниш Рақышевка облысында дүниеге келген. Даниш Рақышев Алматы облысында дүниеге келген. Өте жақсы. Бірінші қатардан. Шыға ғой. Қандай картина расында шықпайды? Еш нәрсені ашпайды. Өте жақсы. Келесі екінші қатар. Шыға ғой. Дауысыңызды шығарып оқыңызшы. Абай операсын кім жазды? Абай операсын Ахмет Шоқай. Өте жақсы. Үшінші қатардан соңғы сұраққа жауап береді. Соңғы сұрағымызды оқи қояйық. Мотылардың қандай елесі бақшада өседі? Иә. Шығарып қайтадан сұрағымды оқып жіберіп, балалар естісін. Мотылардың қандай елесі бақшада өседі? Қандай деп ойлайсыздар балалар? Фасоль. Өте жақсы балалар. Ал енді балалар, мен сіздерге таңда ойын алып келдім, балалар. Мына жерден келіп, үш қатардан бір-бірден топ басшылары келіп, мына жерден мына әннің аттары соны құрастырып тақтаға жазу керек. Кім келе қойыңыз? Екінші қатардан, үшінші қатардан. Медина. Шыға қоямыз. Ал мына жерден аламыз. Ал балалар, сіз қандай ән? Дастархан әні, иә? Ал енді сол сөзді Дастархан. Екінші топ мүшесі Ержан. Сіздің әніңіз менің, иә? Елім менің әні. Жарайсыз. Бұны жабыстыра сал. Сарасы. Өзімнің қарасы.
әндер кімнің тобы қай топты әнін тапты сол топ осы әндерді орындап береді. Жарай ма? Дайындаламыз. Ал балалар, бірінші қатарға дастархан әні шықты да, енді бірінші қатардың бірінші топтың балалары орныңыздан тұрып осы әнді орындаймыз. Үш қатар жарысып, қай топ әнді жақсы айтты, сол топ жеңіске жетеді деген сөз. Жарай ма балалар? Ал дайындаламыз. сіздердің ойларыңызша қайтып ең жақсы айтты деп ойлайсыздар? Ал тұрып
Bir stop, bir joy. So'ng ikkinchi, uchinchi to'pni olay. Davay, siz